Ат ойлап табу жағынан қазақпен ешкім шендесе алмайды. Көрші қолаңды былай қойғанда бұл жағынан жаһанда озар ешкім жоқ. Үйде отырып түрлі есімді үйіп тастайды ғой пысықтар. Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Бұл ұрым тым ертеден ғасырлар қойнауынан бастау алған. Мысалы, Қобыланды батыр жырындағы батыр жарының есімі Құртқа, ұрғашы қасқыр деген мағынаны береді. Көкжал мінезді батырға тек сондай өжет, парасатты әйел жар бола алады. Алпамыс батырдағы ұлтан ше, батырдың жауын аяқ киімнің табандағы бұлғарыға телген, жыршының әулие дерсің. Құлдың ой өресі ұлтаннан аспасын керемет суреттеген. Тағы бір дастан кейіпкері тарихта болған батыр Көтібар Бәсенұлы. Ол Сырымда атылы бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне қатысқан. Мұхтар Әуезов пьесасын жазған Айман Шолпан қойылымында басты кейіпкерлердің бірі. Шамасы балақайдың шошайғанын көріп біреу бар екен, ұлы екен деген шығар. Содан Көтібар атанған болар. Кім білсін, бірақ ол ұлт үшін туған ұл екенін мойындатқан ер болғаны анық. Қазақтардың балаларына жағымсыздау, тартымсыз есім қоюға құмар келетіннің түпкі мақсатында бәле жала ұрпағымнан аулақ жүрсінші деген ой жатыр. Әлі де ырымшылмыз. Көз тиді, сөз тиді, жынақты дегенге осы күнге дейін сенеміз. Сол үшін бұрынғылар бөпені ұрлайтын, сатып алатын, жасырып қоятын, ол аздай түрін құрсын. Үй жаман, сүйкімсіз бала, түпу саған деп түрліше тілдейді. Елжіреп, тіл шырынын төгуге болмайды. Ана бәлелер естіп қойса. Одан кейін алдамшы есімдер ойлап табуда болған. Ол есімге адамдар қызықпайтын, жын пері елемейтін болу керек. Сондай есімдерді кездестіргенде, әй, осы Қазекең көп бас қатырмайды-ау деп қоям. Бұрын солай еді, қазірде солай. Ойлап таппайтындар жоқ. Оларды естігенде адам есеңгіреп, сайтандар тайып тұрады. Мысалы, біздің курста бір қыз оқыды. Момақан, сүйкімді, бәріміз ора деп атаймыз. Екпінді бірінші әріпке түсіріп, ора деп шулайтынбыз. Ораның толығы қалай екенін ешкім мән бермепті. Бірде қолыма сынақ кітапшасы түсе қалған. Онда Меңдіқұлова орындық деп жазылып тұр екен. Әке шешесінің орындықтан қандай киез дегенін әлі күнге дейін түсінген жоқпын. Шамасы жындар жиһазға жумайды деп ойлаған болар. Расымен перілерге орындықтың керегіне. Летчик, солдат, сержант, капитан, генерал, маршал, талант, гений, идеал, Гегель, Меркурий, Арараттар туралы не айтасыздар? Біртүрлі естіледі, әсіресе қазаққа. Географиялық мазмұны бар біраз есімді білемін. Мадрид, Париж, Марсель, Памир және Белград деген таныстарым бар. Дәл қазір Берлин деген тамаша адаммен доспын. Жасы үлкен болған соң Берлин аға деймін. Айтылу әдемақ, Берлин аға. Суньят сен дегендей аттың да дүлдүлі бар. Заманымның тақырыбымен таласа қойылған Карл Маркс, Лениншіл, Эрнест, Шмидт, Мэльс. Мэльс дегеніміз Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Ал Полос дегеніміз Пушкин, Островский, Лермонтов, Абай, Сәбит. Сәбит деген жазушы Сәбит Мұқанов болар. Оның түптеген тұста қазақ, орыс классиктерінің қатарына еніп кеткені жөнде шығар. Тағы не айтпақ едім? Көрші үйдің баласының есімі Таран болатын. Одан төменірек сол көшенің бойында Шәйнек апа тұратын. Көрші ауылда Танк деген бала бар еді. Әкесінің есімі Партизан. Жап жақсы әскери үйлесім. Танк партизан ұлы. Танитындардың есіміне қарағанда естігендерім көп. Комбайнер,
Тракторбек, колхозбек, совхозбек, Мәскеубай, Тәшкенбай, Сайлау. Дәуір өтті. Бұл өсімдер ендігі сән емес, келмеске кетті. Есесіне жаңалар пайда болды. Мысалы, миллионер. Несі жаман? Әдемі ғой. Елең еткізет. Қарындас, сізбен танысса бола ма? Мен миллионермін. Кетіп бара жатқан кез келген ару қалшиып қалады. Миллиардер, олигарх дегендерді әлі ұшырата қоймадым. Ол қазақ тілінің ерекшелігіне қарай қалай құбылады екен. Олигарх, олигарх, олике. Білмедім, әлі уақыт бар ғой. Астын сызып тұрып қойған саяси есімдері бар. Мәселен, Самитхан. Баланы не үшін олай атағандарын іштеріңіз сезеді. Бельгер бірде Влавлапут деген есім туралы айтып еді. Біреу Владимир Владимирович Путинге деген сезімін өстіп баласы арқылы жеткізіпті. Мұндай сұмдық бар болса бар шығар, тек ондай аттың қазақ баласына бұйырмағанына сенімдімін. Әйтпесе, мынандай есімнен бабаларымыз қорыққан жаман күштер зытып алып жөнелері анық. Олар қазір Сталин деген есімнен қорықпайды. Осы логикамен жүре берсек, бір нұсқа ретінде Влавлажир деген атты пайдаланып көруге болады. Кімнен қысқартып алғаны түсінікті деп ойлаймын. Ондай перзенті бар үйге сайтанның сапалағы жоламас. Әлде керісінше ме? Мында бір туысым бар екен деп. Енді өзіміздің жанға бататын мәселеміз туралы айтайық. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің статистикасына сәйкес, дәл қазір Қазақстанда Нұрсұлтан есімі 31.810 адам бар екен. Олардың 9-ы 91 жылдың 16 желтоқсанда туған. Тұңғыш президенттің жары Сараның есімі 3512 қызға беріліпті. Елімізде елбасы деген есім бар. 35 адам құрап жатыр. 9 Нұр Отан, 11 Нұрлы жол, 53 Бәйтерек бар екен. 3 балақайға мәңгілік деген есім бұйырса, екеуін Ақорда деп атапты. Атазаң деген ғажап есім бар. Адамға ғана бұйырған. Қызғаныш қырнап өтетін жағдай. Енді басымнан өткен бір оқиғаны айтып берейін. Бірде маған Бельгер қоңырау шалды. Білесің бе, мына Талдықорғанда бір қазақ баласына менің есімімді бермек екен. Рұқсат сұрайды. Не дейсің? Не дейін? Сіздің есіміңіздің Нұрсұлтаннан несі кім? Қой, деді Гераға күлімжіп. Көне германдық есімді иеленген қандай қазақ ол? Бір түрлі екен. Ғажап қазақ па деп отырмын. Талайды көріп едік, мынандай бірінші рет боп тұр. Болсын, қойсын. Құптайсың ғой. Өлләхи белләхи, Бельгер мәңгі жасасын. Сөйтіп, Гераға рұқсатын берген өмірге Геральт өте мұратұлы деген сәби келді. Оқиға мұнымен бітпейді. 2 жылдан соң Геральт інілі болып, әкесі тағы Герағаға хабарласады. Екінші ұлын Бельгер деп атамақ екен. Гераға үнсіз қалды, ойланды, терең бір дем алып, желкесін қасып отырып, рұқсат етеді. Қазір Талдықорғанда Геральт пен Бельгер деген ағайынды 2 жігіт өсіп жатыр. Есейіп қалған шығар. Олар өз балаларына қандай есім берді екен. Қазақтың ат тергеуі. Ермек Тұрсынов. Кішігірім лирикалық шегінісі мен қоспасы бар қызықты хикаят кітабынан үзінді. Арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарма сіздер үшін.